блогерлер деген? Блогерлер деген өзінің 100% емес, өзінің ішкен жегенін бәрін түсіретін адамды блогер дейміз. Мысалы менің бір досым бар, оның подписчигі аз, бірақ блогер подписчигі аз, 100 ба 200 ба подписчигі бар тек қана. Ол жеген ішкенін даже туалетке барғанда түсіреді. А менің тағы бір досым бар, атын айтпай қояйын, ол көп видео салмайды, бірақ оның подписчигі жетеді. Олар видео түсіреді, қызықты вайндар, видеолар, тағы да істейтін нәрселер көп қой, мысалы челлендждер түсіреді. В общем, адамды қызықты нәрселермен қызықтырады адамды. Олар өзінің күнделікті әдеттегідей істеп жүретін нәрселерін түсіреді. Мысалы бір нәрсе, тәтті бір нәрсе пісірсе, либо бір жерге бара жатса, либо қыдырса, сондай нәрселер түсіреді. Блогер вайнер деген өз саласын Instagram немесе ВК әлеуметтік желілерде өзінің бір күндік қалыптасқан өмірлерін салып отыратындар. Сен көресің ба сондай блогерлерді? Иә, мен де өскенде блогер болғым келеді. Бәрібір актер болсам блогер болу қажеті бар ғой, күніге жүргізіп отыратын, сол кезде танымал боласың. А блогерлер айына қанша теңге табады? Менің ойымша 1 миллион или болмаса одан аз. Негізі менің ойымша блогерлер рекламамен табады. Мысалы бір компанияның рекламалап береді, солай ақша табады. Меніңше олардың өзінің қалағанша табатын сияқты рекламаға қарап табады, менің ойымша. Қанша теңге? Примерно 20 мыңнан басталады. Бір рекламасы. Блогер болу үшін қандай мамандық, немесе қандай университетте оқу керек? Қандай университетте дегенде, меніңше ең бірінші блогер болу үшін информатиканы жақсы білу керек. Неге? Себебі видеоға түсіресің, оны монтаждап, жақсылап салу керек. Менің ойым. Информатика білмесең ше? Информатика ғана емес, негізінен математика көп барлығы қатысады бұл жерде. Бірақ ең маңыздысы информатика. Информатиканы білмесе, монтаждау қиынырақ болады. Қалтаңнан ақша кетеді. Монтаж жасау үшін. Ораторский или режиссерлік оқу керек. Одан кейін мамандығың журналист болу керек, мен ойымша. Және де ақындық жағынан дамып тұруың керек қой. Не себепті? Себебі ол кезде сен ұялып бүйтетін болсаң, сені ешкім көрмейді де, саған тіркелмейді де. Университетте журналистиканы оқу керек, режиссерді оқу керек, сосын актриса. Өйткені сен өзің қуанып тұрсың да, бірақ оны қалай жеткізерін білмейсің. Актриса деген өзің эмоцияларына жаттығу жасайсың, солайынша көрсете аласың. Өзің блогер болсаң, не түсіретін едің? Не туралы болатын сенің блогың, тақырыбың? Мен өзімнің үйіме обзор жасайтын ем, обзорлар түсіремін. Ең мықты блогер кім? Әлемде? Әлем бойынша ма? Қазақстан бойынша. Қазақстан бойынша мен ойымша ННЛ, Нұрдәулет. Неге? Өйткені ода подписчик көп қой бәрінен қарағанда. И сосын ол ойындарды көп ойнатады, оның подписчигі де көп, және күніге ол салып отырады. Минимум 15 сторис салады. Қазақстанда ең танымал адам кім? Мен ойымша Қазақстан ең танымал адам Төреғали, бүкіл өледі ғой. Төреғали ма, Қайрат Нұртас па? Төреғали ғой. Төреғали ма? Иә. Төреғали ма, мамаң ба? Мама ғой мен үшін. Танымал болғың келе ма? Иә, болғым келеді. Не үшін? Мысалы, танымал болсаң, кайф қой. Сені көп адам біледі, таниды. Сені суретке түскісі келеді. Кейін сен киноларға шақырады. Түспесің, ақша берем дейді. Солай танымал болып кетесің. Рахат қой танымал болған. Егер президент болсаң, ең бірінші не өзгертер едің? Ең бірінші өзімнің ауылымның жолын өзгертер едім. Кейінірек барып, қалаларды көркетіп тастайтын едім ше, сөйтіп әдемілеп жүрер едім ше, ал қалған бюджеттегі ақшаны қалтама қыстырып, өзім бір басқа жаққа ұшып демалып жүрер едім президент болғанда. Ең бірінші заңдарды. Қалай? Мысалы, бізде краннан су ағады, судың орнына кола ағатындай қылып.
И заңдардан мысалы әрбір жолда пешеходтар реттеушілер тұрады. Өйткені оларды қақып кетсе же. Мектептің алдында, любой пешеходтың алдында тұру керек қой реттеуші. Мен егерде президент болсам немесе әкім болсам, мысалға көп қой, ауылды кеңейтетін едім, басқа жерлерде жетім жесірлерге соларға продукты сондайларға әперетін едім. Егер ақша алсам өзіме де бере салатын едім. Мен осындай случай болған. Мама 10 теңге берген бір рет. Туған күнім алдында да. Керек затын алып алды да туған күнге. Сөйтіп барып магазинге бардым. Сөйтіп өзіме чипсы, кола анамнан алдым да. Сөйтіп жеп отырдым. Сөйтіп бір әзден кейін мама қанша алды деді. Қамат дедім. Мама ұрысып жатып ұрды. Не үшін? 10 теңге бекерге ұртқанда. Просто мама бір нәрсе керегіңді ал деді да, бірақ ол кейін туған күніне керегіңді ал деген ғой, мен басқа нәрсе алам ғой. Соған ұрысты. Өмірдегі басты арманың не? Мен әлемге әйгілі журналист болсам, немесе актриса болсам, әлемге әйгілі. Не үшін? Не үшін керек саған әйгілі болу? Маған айт. Елдің көзінде болған бәрі мені мақтаса кайф қой. Өмірдегі ең басты арманым бірінші рет Құдайдың сүйген құлы болу, сосын барып әлем бойынша ең үздік актриса болу. Актер, актер, модель, вокалист. Болу? Болу, иә. Неге? Себебі маған осы салалар ұнайды. Мысалы, мен қазір өзім актермын, киноларға түсемін, басқа фильмдер, спектакль ойнаймын сол. Танымал болған жақсы ма? Иә. Несімен? Егер танымал болсаң, саған барлық адамдар жүгіреді да, келісі түсші анау дейді да. Сөйтіп егер бірақ кейбіреулері танымал болуды қажет емес дейді да. Өзіне актерлік шеберлік өзіне керек дейді да. Любой ситуацияда импровизациямен шығып кетеді деп. Соны айтып жатыр. Мен ойымша екеуі де болу дұрыс. Адамды және әдемді меккеге апаруы. Болашақта істеймін. Құдай қаласа, молодец. Қанша теңге кетеді Меккеге баруға? Білмеймін, миллионда кетеді ау. Бір адамға миллион кете ма? 650 мыңнан барып жатыр қазір. Арзаннан ма? Жоқ, бұрыннан сондай ғой. 2 адам болғанда. 1 миллион 300 мың, 400 мыңға қарасын. Басқа не жаңалық? Жаңалық жоқ, сіз тыныш. Басқа не мазалайды сені жалпы өмірде? Мені мазалайтын, мені ешкім мазаламайды вроде. Сыныпта қыздар болса ұра береді, солар мазалайды дамайды. Ғашық шығар саған? Жоқ, әшейін тыныш отырасың да, любой қызды ұра береді.